Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгін сіздерге айтылатын сұхбатымыздың тақырыбы мақал-мәтелге айналған ислам құндылықтары. Мысалы, білесіздер, ислам діні мәңгілік әрі әлемдік дін. Әр жердің мұсылмандары өздерінің дәстүрлеріне сай ислам дінін ұстанып келеді. Себебі ислам шариғатқа қайшы келмейтін дәстүрлерді жоққа шығармайды, тіпті қолдап құптайды. Енді қазіргі уақытта кейбір мұсылмандар кейбір дәстүрлерді исламда жоқ деп оларды шетке шығарып отырады. Әлбетте бұл дұрыс емес, олардың білімсіздігінен болып табылады. Жалпы ислам шариғатты орындауда өзінің еркінен салған. Яғни біздің шариғат дәстүрдегі амалдарымыз шариғатқа қайшы келмесе, әлбетте оны біз орындау бізге пайда болып есептеледі. Демек, әр жердің мұсылмандары дінді дәстүріне сіңіріп жіберген. Бұның бір нақты дәлелі қазақтың мақал-мәтел өлеңдері. Қазақтың мақал-мәтелдеріне зер салып қарасақ, олардың астарында аят пен хадис бар. Аят пен хадистің сөздеріне жақындатылып, бізге солай түсіндірілген. Бұған сөзімізге дәлел ретінде бірнеше мақалды алып қарасақ, мысалы, отанға байланысты әркімнің туған жері Мысыр шаһары делінеді. Тағы да ер туған жеріне, ит тойған жеріне дейді. Бұл қандай мағына? Әлбетте бұл адамдарды отансүйгіштікке бейімдейтін сөздердің бірі болып есептеледі. Неге? Өйткені отансүйгіштік мұсылманның негізгі міндеттерінің бірі. Дінімізде келеді, отанды сүю иманнан деп. Бұған байланысты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның сөзінде келеді. Бұл хадисті жеткізуші Ибн Аббас, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Мекке қаласынан Медина қаласына қоныс аударатын уақытта Мекке қаласына қарап, Алланың атын ант етейін, сен жер бетіндегі ең жақсы мекенсің, және менің сүйікті туған жерімсің. Егер сенің туғандарың мені шығармағанда мен бұл жерден кетпейтін едім деп өзінің туған жерінің солай сүйіспеншілігін білдірген. Тағы да бір қарапайым мысал, білімге байланысты қазақтың мақалында келеді: білекті бірді жығады, білімді мінді жығады дейді. Бұл қандай мағына? Әлбетте біз бұларды оқып, біздің ілімге деген махаббатымыз оянады. Бұл жайында білесіздер, хадистер өте көп. Пайғамбарымыздың хадисінде келеді: ілім алу ер мен әйелге парыз делінеді. Құран аяттарында көптеген аяттар бар. Осыған қатысты астағфирулла, білген мен білмеген тең бе деген сияқты осындай аяттардың біз барын білеміз. Демек, бізге түсіндірілген мақал-мәтелдер, әлбетте бұның бәрі аят пен хадиспен түсіндірген. Демек, біздің аталарымыз кезіндегі дінді мықты білген соншалықты бізге жеңіл болсын деп қарапайым тілмен бізге шариғатты осылай түсіндірген. Мысалы, Бұқар Жырау атамыздың сөзінде келеді ғой: бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа, екінші тілек тілеңіз әзәзіл пасық залымның тіліне еріп азбасқа, үшінші тілек тілеңіз үшкісіз көйлек кимеске, төртінші тілек тілеңіз төрде төсек тартып жатпасқа, бесінші тілек тілеңіз 5 уақытта 5 намаз бір ойға қалмасқа дейді. Қараңызшы, бұның ішінде қаншама шариғат бар, қаншама ислам бар. Бізге намазың парыз екендігін бізге осылай түсіндіріп өткен. Демек, сөздің соңында айтпағым, бізге қазір оқытылып жатқан қазақтың мақал-мәтелдерінің бәрі бізге, яғни рухани құндылығымызды тәрбиелейтін сөздер. Яғни біз кез келген бабаларымыздың өлеңдерін, мақалдарын түсініп оқысақ, демек біз ислам шариғатын оқыған болып есептелеміз. Демек, бәрімізге осындай қазақтың мақал-мәтелдерін оқып, дінімізді терең түсінуге, адамгершілігімізді жоғартуға, біздің рухани байымызға нәсіп етсін.